Белгілі ақын Аман Тоқтоғұловтың ыры бар. Неге адамға берілет қайран жаштық, көкке шаңшып бір рет ұшпаған соң. Намыс күтіп, ар күтіп не қыласың, қатарыңдан суырылып шықпаған соң. Неге жейсің тамақты лапылдатып, бұл жашоуда бір мөрей ұтпаған соң деп. Ансыңарындай бүгінгі күнді көк асманға ақшым қардай ол ұшқан, өзінің қатарынан ерте суырылып шыққан, бұл жашоуда бір емес, бір нече мөрөйлерді ұтқан, жүрегінде демі бар, жүлінге жетер, кеуі бар, күкірттей жанған мықты жаштар бар. Тилекке қаршы алар қайда? Чет өлкөдө иштеп, чет өлкөдө жашашат. Биздин коомдо, биздин мамлекетте, биздин өкмөттө, биздин жогорку кеңеште атаң 60-ка чыкканча алдап соолап күчүн ал дегендей ошолорду иштетип, ошолордун эмгегин элге сиңирсек болмок. Сен айтқаныңдың барлығы тура.